Құрметті ұстаздар, сіздермен бүгін Шығай платформасындағы Ыбырай ботпен қалай жұмыс жасау керек туралы сабақ өтетін боламыз. Ең бірінші, біздерде Шырағай платформасына кірген кезде сол жақ бөлімде Шырақ тулстың астында Ыбырай бот деп тұрады. Солған кіреміз. Одан кейін мына жерден пәніңізді таңдау маңызды. Егер пәніңізді таңдамайтын болсаңыз, сіздің сұрағыңыздың жауабы сақталмай қалады. Сол үшін пәніңізді таңдайық. Кез келген бір пән таңдайды. Қазақстан тарих пән таңдайық. Мысал ретінде біздерде Қазақстан тарихынан Қазақ хандығы туралы жаңаша форматтағы сабаққа идеялар айтшы деп сұрап көрейін. Міне, интерді бассаңыздар, сіздерде сұрақтарыңыз кетеді. Міне, біздерде жаңа идеялар айтты. Мысалы, дебаттар ұйымдастырыңыз, тарихи тұлғалармен танысуды жаңа форматта өткізіңіз, интерактивті квест ойындарын өткізіңіз, мультимедиалық құралдарды пайдаланыңыз дейді. Маған осы тапсырмаларды нақтыла деп жазып көрейін. Одан кейін, міне, біздерге әрбір тапсырманы нақты етіп жазып берді. Осы жерден біз кез келген суретті салсақ болады. Мысал ретінде белгілі бір суретті салып көрейін. Осы суретті мен жіберемін. Осы суретке сай сабаққа, осы тақырыпта әдістемелік құрал тақырыбын жаз деп көрейін. Осылай сұраймыз. Міне, біздерде әдістемелік құралдың жалпы құрылымы негізін жазып берді. Сонымен қатар біздерде документтерді салуға болады. Кез келген бір документті салып, сол документтіңіз бойынша сұрақты айтсаңыз болады. Айтыс қымыжы дейді мысал ретінде. Осы документті салып көрелік. Ол бізге қалай байланыстырып жауап бере алады екен. Сосын міндетті түрде документті салған кезде астына сұрағыңызды жазуыңыз керек. Осы сабақ жоспарына анализ жаса деп жазып көрейін. Міне. Біздерде 8-ші сынып қымыжы дедім салып отырғаным. Сабақтың жалпы мақсаты, форматы, оқыту әдістері барлығына анализ жасап, өзі оқып тұр. Демек, сіз берілген документіңіз бойынша да көптеген сұрақтарыңызға жауап ала аласыз. Одан кейін сіздерде осы чатыңыз сақталады. Бұлай қайтадан өтсеңіз болады. Бұлай өтіп, қайтадан өтсеңіз, міне, Қазақ хандығы тарихи жаңаша оқу тәсілдері мен сабақ идеялары деп тұр ғой. Жаңағы чатыңыз, егер осы чатты сақтап алғыңыз келсе, чаттағы дүниелерді мына сақтау батырмасын басасыз, сізге бірден Word вариантта осы диалогыңыздағы жауабы сақталатын болады. Міне, осылайша Ыбырай боттың көптеген мүмкіндіктері бар. Сіздер авторлық бағдарламаға, немесе әдістемелік құралға, немесе сабақ жоспарларына, педагогикалық идеяларға, түрлі идеялар, сабақтың мақсаттарын, тапсырмаларды алғыларыңыз келсе, осы Ыбырай бот таптырмайтын сіздерге көмекші құрал бола алады. Осымен Ыбырай боты таныстырылым видеосы аяқталды. Назарларыңызға рахмет.